Бүгін менімен осындай сочный әрі дәмді болып шығатын манты дайындап көріңіздер. Начинкасын дайындауға өте аз уақыт кетеді. Ең алдымен ұнға жұмыртқа, тұз және де салқын су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де илеп болған соң қамырды 5 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң иін қандырып басып, тағыдай 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Начинкасына кірісеміз. Бұл начинканың бір жақсы жері барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Тек қана бұл жерде жусайды ғана ұсақтап турап аламыз. Тұз, қара бұрыш және де сочный болып шығу үшін жарты стакан суымызды құйып барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырды екі бөлікке бөліп, біреуін жайып аламыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да емес, орташа болу қажет. Жайылған қамырды осылай төрт бұрыш етіп кесіп аламыз. Және де начинкасын салуға кірісеміз. Барлығын бірден түйеміз. Мантоварканың астына су құйып, қайнатып қоямыз. Және де астына май жағылған қазанның бөліктеріне мантыларымызды салып шығамыз. Осылайша 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаларыңызға ас болсын.